Мен Мұрат Қажадырысұлы, Көкшетау қаласының тұрғынымын. Абылай ханның Қара жолы экспедицияның жетекшісімін. Біз қазір Науан Қазіреттің кесенесін баста тұрмыз. Бұл кесенені былтыр Ерлік деген бауырымыз реставрация жасады. Ермек Боранбайұлы қолдау көрсетіп, қазір осындай бір қасиетті орынға айналды. Бұрында қасиетті, бірақ қазір көркем болды. Науан Қазірет деген ол біздің үлкен бабамыз. Науан Қазірет үлкен ғалым. Бағдаттан, Бұқарадан оқып келген. Сол Бұқарада оқып ең соңғы исламда әджәп деген пән бар. Әджәп пән ең қиын, ең ауыр. Сол пәнді бұл кісі 3 күнде тапсырып, сонда жаңағы Бұқараның моллалар айтқан екен, қарауылдың қара баласы Құранды түйеге артып әкетті деп. Бұл кісі келісімен осы жерге мешіт салдырды, медресе ашты, шәкірттер оқытты. Мектебінде ол орыс тілімен қатар араб тілі, қазақ тілі, шығыстың ғұламаларын оқытты. Одан спортқа көңіл бөлді, балалардың күрестіріп, одан кейін біздің Ақан Сері, Біржан Сал, Құлыбырайлардың әндерін үйреткізіп, оның үстіне мешіттен қосалқы шаруашылық ашып, садақа алмаған кісі, тура дінде жүрген. Одан кейін мынау орыстардың бекіністері келіп, орыстардың отарлау саясатында келіп, қазақтарды шоғындырамыз деп келгенде, осы саясатта ең бірінші қарсы тұрған адам. Бұл кісінің шәкірті Шәмірден Қосшығұл Думаға депутат болған. Және де бұл кісілер Түркияға Абайға хат жазған. Осы қазақтың қасіретін, қазақтың қалын орыстардың озбырлығын айтып. Дегенмен орыстардың озбырлығына көнбеді Ресейдің. Бұл кісіні сол Сібірге жер аударып жерді. Бірақ дегенмен қазақ зиялылары патшаға дейін барып, сол жерден құтқарып алып келді. Бұл кісінің ең көзқарасы, бізді айтамыз, арыстардың қозғалысы дейміз. Сол арыстардың қозғалысының басында тұрған Науан Қазірет.